2018 жылғы 3 қарашада сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл ұлттық бюросымен жедел іздестіру шараларын жүргізу барысында Маңғыстау облысы әкімінің бірінші орынбасары ұсталды. Ол мемлекеттік жекеменшік әріптестік аясында іске асырылып жатқан құны 4,5 миллиард теңгені құрайтын инвестициялық жобасы бойынша жалпы қамқорлығы үшін құрылыс компаниясының өкілінен келісілген 400 мың евро пара сомасының бөлігін 115 мың евроны алды деп күдіктелуде. Ақтау қаласының мамандырылған тергеу сотымен күдіктіге қатысты қамауда ұстау бұлтартпау шарасы санкцияланды. Тергеу жалғасуда.